Ассаламу алейкум достар, біздің екінші сабақ практикумызға қош келдіңіз. Бүгін біз өте күшті инструменттермен танысатын боламыз. Именно қалай уже бизнес жасау керек, қалай именно онлайн маркетплейстер арқылы ақша табамыз. Сол туралы бүгін маңызды сабақ болады. Күшті фишкаларды айтатын боламыз. Ұмытпаңыздар, бізде 3 кодовый слово болады. Осы бүкіл біздің вебинардың ішінде сол кодовый тапқан адамдардың ішінен біз үшінші сабақта ақшалай сыйлықтар беретін боламыз. Және де біз бірінші сабақта айтқанымыз бойынша именно рухани, ниет түзулеп, ментально дайындық туралы айттық. Енді ол кез келген кәсіпкердің мойнында болу керек қасиет. Екінші сабағымыз біз уже конкретно инструменттермен, конкретно маркетплейстермен қалай жұмыс жасаймыз, соның жалпы структурасын түсіндіреміз сіздерге. И сосын сіздерде уже конкретно карта пайда болады. Қалай бізбен жұмыс жасау керек, қалай өздеріңіз жұмыс жасай аласыздар, сол туралы болатын болады. Енді маркетплейстердің маңыздылығын айтатын болсақ, біз қазір Wildberries, Озон маркетплейстермен жұмыс жасаймыз. Wildberries, Озон деген бізде ең үлкен маркетплейстердің бірі осы СНГ-дағы. Енді структура былай. Біз қазір салыстырмалы түрде айтатын болсақ, мысалы маркетплейстер және онлайн сауда және офлайн сауда деп салыстыратын болсақ, онлайн сауда ол бізде маркетплейстер, офлайн сауда ол базарлар, дүкендер, нүктелер, точкалар, әртүрлі нәрселер, как біз көріп жүрген обычный торговый центрдағы точкалар деген секілді. Енді қараңыздар, қазір базарлардың системасы толықтай өліп жатыр. Қазір базарда, мысалы біздің кәдімгі барахолкада система, то есть сауда өте қатты төмендеп жатыр. Неге десеңіздер, барлығы онлайн саудаға өтіп барады. То есть барлығы онлайн заказ береді, оңай, ешқандай үйден шықпай, именно поставщиктерге айтып жатырмын, клиенттер емес, поставщиктер, получается онлайн, даже поставщиктердің өзі онлайн сатып алып, товарларын сатып жатыр. Ал клиенттер, тем более, то есть клиенттер вообще, то есть бұл қандай проблема шешіп жатыр, ол ешқандай энергиясын құртпай, базарға барып товарды іздемей, оны таппай жүрмейді. Олар просто алады да, Wildberries'тен, Озоннан немесе Каспийдан заказ бере салады. То есть ол үлкен проблема. Сол проблеманы, получается, онлайн шешіп тастады, цифровой шешіп тастады. И то же самое бізге қатысты. Біз поставщикпіз, то есть біз сол арқылы ақша табамыз. Біз қазір барахолкаға барып, товар іздеп, оларды закуп жасап жүрмейміз. Біз қазір уже онлайн жасаймыз барлығын. Прямой Қытайдан аламыз товарды. То есть бұлақтың басына барып, сол товарларды алуға қазір мүмкіндіктері өте үлкен ашылған. Сондықтан да сіздерге қазіргі заманнан қалмас үшін, трендтен қалмас үшін осы нәрселерді, бүгінгі сабақта айтылатын нәрселерді білу керексіздер. Білмесеңіздер, онда сіздер кішкене артта қалып қоясыздар. Артта қалып қойған адамдар, олар көп ақша таба алмайды. Трендте жүрген адамдар көп ақша табады. Осыны естеріңізде сақтап қойыңыздар. Біз бүгін қалай онлайн маркетплейстер арқылы онлайн поставщик болып жұмыс жасаймыз, сол туралы структурамызды таныстыратын боламыз. Біз бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз онлайн сауда жасау, онлайн біз қалай поставщик боламыз, сол туралы қазір четко түсіндіріп өтетін боламыз. Жанында отырған біздің қонағымыз, менің роднойым, досым, кейс ретінде бүгін бізге қалай онлайн поставщик болу керек, қалай онлайн ешқандай Қытайға бармай, онлайн отырып, миллиондаған ақша табуға болады. Осы кісі қазір сіздерге түсіндіріп береді. Жалпы біздің системаны, бизнес модельді жалпы түсіндіріп, сіздерге четко беретін болады. Давайте, Нуридин, өзің туралы четко айтып өтші, брат. Ассаламу алейкум, менің есімім Нуридин, жасым 21-де. Қазіргі уақытта Wildberries'те, тек қана Wildberries'те 30 миллион теңге оборот жасаймыз. Бір айда? Бір айда. Біз тек қана Қытаймен жұмыс жасаймыз. Соның өзіміздің 5 структура бар. Сол жайлы қысқаша айтып кетсем. Қанша пайда табасың чистыми 30 миллион обороттан? Примерно 15 миллион теңге. Біз оборотқа жұмыс жасамаймыз. Біз чистый прибыль жасаймыз. Бізде бухгалтерлар бар. Оны айта берсек көп ұзақ. Мысалға бір магазинда істейтін адамдар, мысалы, обороты 500 миллионда, бірақ 10 миллион теңге табу мүмкін да чистыми. Мысалы, бізде 30 миллион оборот, соның ішіндегі 12 миллион теңгесі чистая прибыль. Қалтаға түсетін ақша. Машина алатын ақша деді. Вот, солай. Сен, короче, айттың, 5 структурасы бар дедің. Осы онлайн бизнес жасаудың. Давайте, бірінші структурасы қандай? Бізде структурадағы біріншісі ол ниша таңдау. Ол ең маңыздысы. Ең маңыздысы. Екіншісі, бізге сол ниша таңдалғаннан кейін сол заводқа шығып, Қытайдан товар заказ беру. Завод табу. Үшіншісі, карго. Жазып алыңыздар. Карго таңдау. Сенімді карго табу. Алдап кетпейтін, по факту жасайтын карго. Төртіншісі бізде fulfillment. То есть товарды упаковать ететін. Товарды күтіп алатын, упаковкасын жасап өткізіп беретін. Және де бесіншісі бізде не? Продвижение, маркетинг. Реклама, фотосессия,
осы 5 структурадан тұрады. Товарды уже сату керек ары қарай. Енді барлығы түсінікті тілде айтылып жатыр. Давайте енді әрқайсысына тоқталып өтейік бүгінгі сабақтың түйініне келіп. Біріншісі бізде ниша таңдау бойынша біз ол брат деп бірінші ниша таңдау ол ең маңызды нәрсе. Вот мүмкін сіз карго таба аласыз, мүмкін басқа нәрсе істей аласыз, бірақ ниша таңдау өте қиын. Өте қиын деп айтпаймын, просто өте маңызды нәрсе деп айта аламын. Сондықтан да ол нәрседе қателеспеу керек. Ол кезде не керек? Аналитика керек, иә? Аналитика керек. Сондықтан да осы сабақты бірінші структураны ниша таңдауда біз бүгін табамыз тақырыбы ниша емес. Бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы онлайн қалай поставщик болу. Ниша таңдауда біз сіздерге бонус ретінде келесі үшінші біздің тікелей эфирде болатын практикумда толықтай нишаны қалай таңдау керек екенін фишкаларын айтатын боламыз. Айтып кетсем қалай болады. Ниша таңдау жайлы біз полный вебинарда сіздермен онлайн көрсетіп кетеміз. Қалай таңдалады ниша, полный, қалай зерттеледі, қай жерге қалай жүру керек, қалай даму керек, қалай өзіміздің саламызда номер 1 болып миллиардтаған жасап жатқан конкуренттерді көзін жоя аламыз. Ауыр кетіп қалды, брат. Давай екіншісі кеттік. Екіншісі бізде завод табу. Қалай біз завод табамыз? Онлайн біз қалай завод табамыз? Онлайн завод біз қалай табамыз? Экспедитор, 1688 сайттар, JD.com, Taobao өте көп. Бірақ бізге именно заводтарға ашу керек. Оны біз тек қана тоже Касым Карго арқылы экспедиторлар жарылдап, заводты таңдай аламыз. Ода проблема жоқ. Енді очередь толықтыра кетсем, біз именно заводтарды қалай табамыз? Оны біз негізінде Астана 1688-ден табамыз. 1688-ден бізде определенный критериялар бар. Завод қандай болу керек? Завод біріншіден определенный үлкен площадь квадрат метр болу керек. То есть үлкен болу керек? Иә, үлкен болу керек. Және де ол заводтан бір алған клиент минимум қайтадан екінші рет алу керек. Ол жерде өзінің процентажы бар, минимум 50% болу керек. Отзыв. Отзыв обязательно. Отзывы 4 жұлдыздан жоғары болу керек. И және де төртіншісі ол завод именно каждый сезон сайын прогрессировать етіп отыру керек. Ол бір товарды бір орында тоқтамайды. Ол завод әртүрлі тренд шығарып отыру керек. То есть бізде екінші структурамыз ол бізде именно заводтарда сенімді заводтар табу 4 жұлдызды болу керек. Одан бөлек бізде бір адам екінші рет, үшінші рет заказ берілу керек, чтобы и ол завод постоянно тренд шығарып отыру керек. То есть оның барлығын біз 1688-дің сайтын өзінен көре аламыз негізінде. Ол нәрсе өте қатты қиын емес. Үшінші ең басты нәрсе ол бізде не ол? Карго. Карго мәселесі, ол каргомен не ол? Карго дегеніміз ол вообще логистика деген сөз. Ол получается сіз заказ бердіңіз заводтан, и ол потом карго өзін күтіп алады. Сізге видео отчет жібереді, упаковкасын жасап Мәскеуге салып жібереді. То есть былай айтқанда ол жеңіл түрде логистика ғой. Сіздердің товарларыңыз заводта дайын болды ғой. Дайын болғаннан кейін ол товарларды сіздер Москваға немесе Қазақстанда басқа жерде сататын болсаңыздар жіберу керек. Сол былай айтқанда логистика жіберетін сенімді адам болу керек. Сенімді болмаса олар спокойно қадап кетуі мүмкін, өйткені ол жерде товар именно по серому өтеді. Неофициально өтеді. Сондықтан да сіздер товарларыңызды сенімді карго табу керек. Ол каргоны біз өзіміз ашып жатырмыз. То есть көріп жатсыздар, Инстаграмда барлықтарыңыз біз Асхат ағамен бірге каргоға именно Қытайға осы кеше ғана келдік. Қытайдан Иу қаласынан ең көп заводы бар қаласынан барып өзіміздің үлкен складымызды аштық. Москвадан үлкен складымызды аштық, күтіп алатын. То есть барлығы принципе дайын тұр. Ол именно структура бойынша біздің каргомыз дайын тұр. 250 квадрат метрлік карго аштық Қытайдан. Ал неден бағанағы Москвадан 600 квадрат метрлік карго аштық. То есть получается бұл жерде сенімді карго бар. Короче, төртінші структура бізде fulfillment, ол жалпы қалай жұмыс істейді, брат? Fulfillment дейміз ол каргодан Мәскеуге товарларыңыз келді, оны алып кетіп товарды штрих-кодтарын жабысып Wildberries маркетплейстарына товарларыңызды өткізіп беретін услуга. Мысалы ретінде келтіретін болсақ, fulfillment деген сөз көбісіне таныс емес те болуы мүмкін. Ол деген товарларды, мысалға Қытайдан келген сіздердің товарларыңызға маркировать етеді. То есть каждыйына маркировка жасатып, именно Wildberries-дің немесе Озонның стандартына сай, сол жердегі біздің балалар күтіп алып, маркировка жасап, сол товарларды Wildberries немесе Озонның складтарына өткізеді. 1000 штук болса 1000 штук, 10 000 штук болса 10 000 штук. Бұл деген мысалға келтіретін болсақ, чтобы түсінікті болу үшін, сіздер өздеріңіз упаковка жасамайсыздар бұл жерде. Ондай нәрсе жасаудың қажеті жоқ. Сіздер сол товар маркировкаға лучше сіздер төлеңіздер. Соны просто товардың себестоимостьына, то есть товардың өзіндік шығынына қоса саласыздар әр товарға. И сөйтіп сіздер өздеріңіз уақыттарыңызды үнемдейсіздер, сөйтіп ноутбукпен жұмыс істеп отырып, сіздер үшін басқа адамдар жұмыс істейді. Сол нәрсені үйреніп алатын болсаңыздар,
үлкен кәсіпкер болуға болады. Осы бауырым секілді айына 12 миллион 13 миллион теңге чистыймен табуға болады. Так что вот төртінші структура ол fulfillment бізде өзімізде бар. Карго мен fulfillment екеуі бірге ашылғанын көрдіңіздер. Екеуі бірге істейді. Карго сразу сол складқа келеді да, сіздер забор товара дегенге төлемейсіздер да, сол жерден сразу күтіп алып упаковка жасап Wildberries складтарына жіберетін болады. Түсінікті ғой барлығы. Келесі бізде бесінші структура ол не? Товар өтті ал, сонымен не болады, брат? Реклама, продвижение, стратегия. Өзіміздің внутренний рекламаларды қолдану арқылы өзіміздің товарларымызды продвигать етіп, прямо сауда жасаймыз. Болды. Иә. Ол дегеніміз мысалға мына товар келді Қытайдан. Оны упаковать еттік. Wildberries стандарттары бойынша маркировка жасадық. Енді оны барып өткіздік. Ол бір жұмыс бұл. Екінші жұмыс, получается, осы товарды сату керек қой. Ең маңызды нәрселердің бірі нишадан кейін осы товарды сату. Осы товарды қалай сатасың, осы проблема. Адамдар осының бәрін істеп келеді да, структуралардың бәрі. Ақырында сол товарды сата алмай отырады. Енді бұл жерде бір кішігірім сіздерге бір фишка, осындай бонус айтайын. Осы товарды сату мәселесі бойынша. Мысалға, көп адамдар қалай жасайды и біздің Нуридин қалай жасайды. Сол екеуін салыстырайық. Давайте. Көп адамдар қалай жасайды, брат? Өзің ойыңды айтшы. Көп адам қалай жасайды? Мысалы барады, барахолкеге барады, мысалға посуда, көріп жатыр, жақсы сатылып жатқан барлығы соны алып келеді. Ал біз кішкене басқаша жасаймыз. Оны біз тағы да үшінші сабақта айтамыз. Көбісі өтпей жатты деді, ол неге тіреледі? Ол бізден ниша таңдауға келеді. Ол осы сабақта біз түсіндіріп өтеміз. Ол барлығы ең бірінші ниша таңдаудағы соған келіп тірелетін нәрсе. Именно продвижение мәселесі бойынша айтатын болсақ, былай ғой. Көп адам істейтін нәрсе, ол ең қатты өтіліп жатқан товарды алып келіп, именно сатады да, и сол товарды Wildberries складына өткізеді, барлық каргодан товарды алып келгеннен кейін. И ол товар өтпейді. Олар не істейді оған? Олар алады да, ешқандай продвижение түрін жасамайды. Олар ойлайды, маркетплейсқа мен салдым, и ол өтіп кетеді деп. Жоқ, бізде олай жұмыс жасамайды. Бізде жұмыс енді басталады. То есть товар өткеннен кейін енді басталады. Ол жерде беретін тағы фишкаларымыз ол внешняя и внутренняя реклама дейді. Ішкі реклама және сыртқы рекламаларды барынша жасаймыз. Мысалы келтіретін болсақ, кез келген сіздер кафені ашатын болсаңыздар, ол кафе жүру үшін сіздер просто алып дұрыс еткізіп аша салмайсыздар да. Мысалы киім магазиніне келейік, соған дұрыс келеді секілді. Мысалы киім магазинін аласыздар да, любой жерден бүйтіп аша саласыздар да, и сіздер клиент күтіп отырмайсыздар ғой. Сіздер ол киімді сату керексіздер. То есть тура солай, онлайнда тура солай, просто ол онлайн жұмыс жасалады. Мысалға сіздер ол киім сату үшін блогерлардан реклама аласыздар, адамдарға тарқатасыздар, скидка жасайсыздар, акция жасайсыздар. То есть сондай бір определенный нәрселер жасалады да, и сосын бар бұл бренд качествительді бары қарай сатылады. Тура сондай онлайн маркетплейстардағы продвижение түрлері болады. Мысалға айтатын болсақ, біз ол товарды қойдық, одан кейін көп адамдар істейтін нәрсесі, олар акция қояды да, и күтеді. Бірақ акция қойсаң ешқандай нәрсе болмайды. Оған не істейміз, қандай фишкаларды айтамыз? Изначально қайттан ниша таңдауға келеді. Ниша таңдалды жарайды. Даже ниша таңдалған өзінде товар өтпеуі мүмкін. Иә, ондай риск по-любому бар. Ондай рисктарды біз минимизировать етеміз. Ол ояқтағы бүкіл қолданамыз, ояқта внешний рекламаны да қолданамыз. Внешний реклама бойынша давайте чек-лист берейік. Внешний реклама бойынша чек-лист сіздерге қазіргі уақытта бізде Instagram, TikTok істемейді ғой. Бізде Telegram мен ВКонтакте. Осы екеуін внешний рекламаны ең қатты жұмыс істеп жатыр қазір. Сіздер ВКонтактеден целевой аудиторияңызды өздеріңіз настройып таргет жіберсеңіздер болады. Және де биржалардан, Telegram каналдардан реклама сатып алсаңыздар болады. Ол қазіргі уақытта ең мощный рекламаның инструменттерінің бірі. Оны қазір барлығы жасап жатқан жоқ, оны қазір көбісі білмейді. Просто күтіп отырады. Біз қазіргі реально біз практикпіз ғой. Және сол практикада біз қолданып жатқан нәрселерді, и ол реально жұмыс жасап жатыр. Соның біреуін берейік адамдарға. Телега.ин, да? Жарайды, айтайық сол. Биржаларда қазір telega.in десеңіздер, өздеріңіздің целевой аудиторияңа байланысты белгілі группаларды алып, сообществолар бар ғой. Сол жерден реклама сатып алсаңыздар, продажаларыңыз өздеріңіз қазір сатып жүргендер болса, уже қазір көрсе болады. Енді оңай тілмен түсіндіріп өтейін мен, оңай тілмен айтайын. Оңай тілмен айтқан кезде былай ғой. Көбісін жасайтын нәрсесі тек қана товарға акция қояды да, ойлайды қатысатылады деп. Негізінде бізде внешняя реклама деген нәрсе бар. Ол оңай тілмен айтқанда біз мысалы Instagram мен TikTok бізде жабық именно Ресейде. Бізде Ресейде оға сатып алатын адамдар. Целевая аудитория бізде Ресейде. Ал енді біз ол жақта отыратын адамдар, олар қайда отырады адамдар? Біз сұрақ қоямыз. Олар ВКонтактеде отырады и Телеграмда отырады. Екеуі қатты дамыған. Осы екеуінен реклама алу керек.
ол рекламаны қайдан аламыз десеңіздер, мына мен сіздерге айттым, telega.in-нің ішіне кіретін болсаңыздар, сол жерден сіздерге жазылып тұрады. Мына Телеграмға реклама жасату құны осындай. Осынша адам ішіне подписчигі бар. Өзіңнің целевой аудиторияң табасыз. Мысалға мен телефон сататын болсам, мен мысалға любой аудиторияға кете береді, по идее. Жоқ, именно техники, гаджеты, сондай именно техники, гаджеты келетін Телеграм каналдарға немесе ВКонтакте каналдарға сол рекламаны сатып аласыздар да, сол Wildberries-тағы артикулды алып, соларға бересіздер да, сөйтіп өздеріңіздің продажаларыңызды арттыра бересіздер. Бұл бір-ақ инструмент. Одан бөлек внешний рекламада бірнеше инструменттер бар, и внутренняя реклама деген бар. Ішкі реклама дегеніміз ол қалай, брат? Ішкі внутренняя реклама қазіргі ол іштегі жүретін, мысалы қазір каталогта рекламировать етеді, поисковикта рекламировать етеді. Қазіргі тағы да бір чек-лист дейді ғой, соны айтып кетейін. Қазір көріп отырасыздар ғой, реклама запуск бергенде бірінші орындарға 1600-1800 рубль сұрап тұрады 1000 просмотрға. Ал по факту келгенде оны біз аналитикалық сервистен Mstats-ын өзімен қарасақ, по факту о жерде 80 рубль деп тұрады. И о жерде біз бюджетті аналитика арқылы қойып, өзімізге жақсы заказдар түсіруге болады. Ол реально біз қазір істеп жатырмыз. Сол үшін ол сервис аналитикалармен қолданып, внутренний рекламаларды поисковикқа, каталогтарға жіберсеңіздер болады. Енді оңай тілмен түсіндіретін болсақ, бұл қалай жұмыс жасайды? Внутренний реклама деген ол ішкі реклама. Именно Wildberries-та сіздер сауда жасап бастаған кезде, соның ішінде реклама деген отдел біздің Қазақстанға доступ ашылды. Сіздер реклама деген басатын болсаңыздар, ішінде рекламаның түрі кездеседі. Соның ішінде сіздерге тарифтар беріледі. Мысалға, мына товардың карточка болады сіздерде, осы карточканы топқа шығару, оны сату, осынша 1000 рубль деп тұрады. Сіздер оны ғана қарамай, аналитика жасайтын бөлек, Wildberries-та бөлек приложение бар, Mstats, Market Guru деген сияқты көп нелер бар, аналитический программалар бар. Сол аналитический программаларды қолданып, біз цена залит біліп алып, цена залит деген қалай айтса болады қазақша? Бір заказ берілген нәрсеге қанша рубль құрттық. Сонымен есептеп біз нені білсек болады. То есть қанша рубль біз құртамыз, чтобы на товарды топқа шығарып алу үшін. Топқа шығарсақ, біздің саудамыз ары қарай ешқандай рекламасыз да өте береді. Вот сондай нәрселер, фишкалар өте көп. Оны толығырақ біз 3-ші сабақта тікелей эфирде айтатын боламыз. Так что до конца 3-ші сабаққа қатысатын болыңыздар. Иншалла, одан бөлек чек-листтер былай болады, иншалла. Все, давайте көріскенше сау болыңыздар.